6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Маған бірдеңе дедіңіз бе, әміршім? Сенің жасың нешеде, инелік? Білмеймін, әміршім. Соңғы рет санағанымда 200-де болған. 200 дейді? 200-демін дейді ғой. Бірақ сенің ақылың 2-дегі балаға да жетпейді. Өй, ақмақ. Не істейміз? О, әлемдегі ең қатыгез, сиқыршы әміршім. Менің ақылды басыма ғаламат идея келді. Сіз айқай салғанда ақылды болып кететініме өзім де таң қаламын. Әміршім, Ертемірді жеңіп кетуімізге болады. Ол оп-оңай бар болғаны. Сендер бәрібір Ертемірді жеңе алмайсыңдар, ұқтыңдар ма? Қазақ елінің батыр жауынгерлері ешкімнен қорықпайды. Әміршім, мына кішкентай қыздың аузын байлап қояйықшы. Әйтпесе, қазақ жауынгері Ертемірдің атын естісем аузыма сөз түспейді. Айта бер. Әміршім, егер бұл жоспарым жүзеге асса, менің келбетті түріме лайық қызмет беріп, құрметке бөлеп. Кешір, әміршім, ойбай басым, нәп-нәзік мойным-ай. Айтамын. Әміршім, егер біз Ертемірдің сиқырлы дулғасын ұрлап алсақ, ол батыр жауынгерге айнала алмай қалады. Сонда біз оңай жеңеміз. Ендеше дауыс берейік. Ертемірдің дулығасын ұрлауға кім келседі? Ергежейлі досым, сен де келсесің бе? Ұрлық жасағым келіп тұр. Қолым қышып отыр. Бірақ Астана қаласына бармай тұрып, Алматы қаласына бұрылайық. Менің медеу мұз айдынын өз коллекцияма қосып алғым келеді. 10, 11, 12, 13, 14... Әй, екінші сынып оқитын балаға көп емес пе? Шаршап сабағыңды оқи алмай қаласың. Алпанды жеңуім үшін маған көп дайындық керек, досым. 15... Сол да қиын ба? Сиқырлы дулығаны басыңа киіп алсаң болды емес пе? Сені ешкімде жеңе алмайды. Сен әлі 2-ші сыныпта оқитын баласың. Кішкентай болсам да күшім көп. Жарысасың ба? Шаңның астында қаламын деп ойламайсың ба? Ендеше кеттік. Медеу мұз айдыны. Қауіп төніп тұрған сияқты. Бабати хабарлама жіберіпті. Алпан өзінің сиқыршы достарымен Алматы қаласына келген екен ғой. Құпия бөлмеге барайық. Дулыға орында жоқ. Телетай, енді не істейміз? Дулығасыз менің оларға күшім жетпейді ғой. Мен іздестіріп көрейін. Қап. Ергежейлі, сенің мені жеңуге ойыңда
бойың да жетпейді. Мен бәрібір жеңдім. Мен жеңдім, ергежейліні. Сен мені жеңе алмайсың. Жеңілгенді жер көтереді. Дулғаны нағыз ер көтереді деген. О, әміршім, мен де қазақ батыры Ертемірге ұқсап тұрмын ба? Дулығаны тек мен кию керекпін, ақымақ. Өзіме қайтар. Армандарым орындалатын болды. Бұл дулығаны киіп алатын болсам, маған ешкімде қарсы тұра алмайды. Мен жер ғаламшарын түгел жаулап аламын. Эй, сиқырлы бас кием. Мені де қазақ батыры Ертемірге айналдыр. Әйтпесе сені ғарышқа лақтырып жіберемін. Менің кінәм жоқ, әміршім. Мен дәл сол құпия бөлмедегі дулған ұрлап кеттім. Онда неге мен алып күш иесіне айналып кетпеймін? Сен өтірік айтасың. Әміршім, ұра көрмеңіз. Мен қазір жылап қаламын ғой. Мә саған! Мен бәрібір саған медеу мұзайдынын ұрлауға жол бермеймін. Мынау кішкентай баланы ата-анасы қорықпай қалай жіберген? Қане, тай. Ергежейлі! Мана кішкентай ботақан кімнің баласы? Мен қазақ батыры Ертемірмін. Алақай, оң қолым оңқай, сол қолым солақай. Медеу мұзайдының миллион есе кішіреттейік балақай. Ергежейліге шаман келмесе неменеге Ертемір болып жүрсің? Қазір мен саған көрсетемін. Ертемір, енді қайтеміз. Олар сені қолыңды байлап тастады ғой. Тұмар, сен қорықпа. Менің досым Телетай көмекке келеді. Қайсы? Анау 4x басты робот компьютер ме? Оның қолынан не келеді? Менің екі ұртоқпағым оны жылағанша сабайды. Қызық енді басталады екен ғой. Жанды жебенің даусы. Шоқпардың ғаламат күші. Жібер мені. Мен сиқыршылардың патшасымын. Маған тисуге болмайды. Жібер деймін. Найзағай найзасы. Алдаспаным, жан досым,
жазасын бер. Өңшін қорқақтар. Мен сендермен енді дос болмаймын. Жібер мені. Бабати, сен медеу мұз айдынын өз орнына барып қой. Ол біздің Алматының ең әдемі ғимарат емес пе? Медеу тек Алматының ғана емес. Бүкіл әлемнің ең әдемі нысандарының бірі. Жарайды, досым. Бірақ мына екі трансформерді қайтеміз. Ертемірдің күші екеуіне де жетеді. 5 қаруым сай кезде қандай жау болсын, маған қорқынышты емес. 5 қаруым алға! Бұл жолы да жолым болмады. Маған келгенде бәрі қырсығып қалатын несі? Мен деген ең залым сиқыршы емеспін бе? Оған дауым жоқ, әміршім. Бірақ сізден өтінемін, тезірек қашып кетейікші. Ұстаңдар! Сен ешқайда да бармайсың, кішкентай ханшайым. Менің ең жақсы досым Ертемір. Саған көмектесе алмай қалғаным үшін кешір. Менің сен сияқты алапат күшім 5 қаруым жоқ. Сондықтан осында күтіп жүрмін. Алақай, достарым келді.